Сәлем қыздар, 5 минутта дайын болатын ачучек салатын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менің каналыма тіркеліп, бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен пышақты жақсылап қайрап, өткірлеп аламыз. Помидордың артық жерлерін алып тастайтын боламыз. Өте жіңішке жұқа қылып турайтын боламыз помидорды. Қолдарыңызда абайлаңыздар, кесіп алмаңыздар. Видеода көрсетілгендей турайтын боламыз. Ачучек салатын пловтың жанына ұсынсаңыздар, тағамға өте керемет дәм беретін болады. Пиязды өте жіңішке, жұқа қылып турайтын боламыз. Салаттың қатты ашты болғанын қаласаңыздар, ашты бұрышымызды барлығын қоссаңыздар болады салатқа. Мен бұл жерде 2 түсінен пайдаланып отырмын ашты бұрыштың. Ыдысымызға салып, кішкене тұз, дәміне қарай 1 қасық сұйық май қосып жіберсеңіздер болады. Барлығын жақсылап араластырып, дастарханымызға ұсынатын боламыз. Сәндік үшін кішкене паприка сеуіп жіберсеңіздер болады. Міне біздің салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Ачучек салаттың жанына менің каналымда ташкентский пловтың рецептісі бар. Міндетті түрде кіріп жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Ас болсын.